15 минутта кекс істеуді көрсететін боламын. Видеоны ақырына шейін көріңіз. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңырау шанын басуды ұмытпаңыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Шым-шым тұз қосатын боламыз. Миксерді жай жылдамдықтан бастап көтеріп отырып көпіртетін боламыз. Массамыз 2 есе көпіретін болады. 3 бөліп шекерімізді салатын боламыз. Шекеріміз ериді. Өлшеп қойған ақ майымызды салатын боламыз. Құрамын астына жазып қойдым. Сол бойынша дайындап көріңіз. Оригинал рецепт. Жылы сүтімізді құятын боламыз. Жай жылдамдықпен миксермен айналдыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді дайындап алатын боламыз. Иленген ұнымызға разрыхлителімізді салатын боламыз. Ванилинді салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз барлығын. Толықтай араласқан кезде миксерімізді жай жылдамдығымен бөліп салатын боламыз ұнымызды. Жай жылдамдықпен миксерімізді араластыратын боламыз. Қатты жылдамдық керек емес. Ұнымды 3 бөліп салдым. Толықтай араласып болғаннан кейін лопатканың көмегімен жан-жағын жинап алып, біріктіріп араластырып алдым. Кекстердің формаларын майлап, 2 қасықтан толтырып салдым. 1-ші қасық и 2-ші қасық. Дәл осылай қылып барлығына салып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Қалғанына үйде тұрған шоколадымды алып, 4 бұрыштап кесіп, 2 қасықтан салып шықтым. Мейізде салсаңыздар да болады. Қалауларыңыз. Достарыңызбен бөлісіп, комментарийға өз пікірлеріңізді оқып, кері байланыспен қайтаратын боламын. 180 градуста 30-15 минутта пісіп қалады. Керемет болып шығады. Қарап тұрыңыздар. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді. Дәмді мамық болып піседі. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыз. Парақшамда өте көптеген рецепттерім бар. Видеомды ақырына шейін көрген үшін рахмет.